Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздер мен Айкерім. Бүгін сіздерге көп уақытыңызды алмайтын, бар жоғы 10 минутта дайын болатын салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге қажетті заттар: қияр, қызанақ, шұжық, қайнатылған жұмыртқа, консервідегі жүгері және майонез, сыр, дәміне қарай тұз қажет болады. Мен бұл салатқа қайнатылған жұмыртқаны қосуды ұмытып кетіппін. Қажетті заттардың барлығын турап алғаннан соң, жүгеріні және дәміне қарай тұз, майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Ал салат дайын, сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бетіне сәндік үшін жаңағы сырды сепсеңіз болады, күштен өткізіп. Мен сыр қосқан жоқпын. Егер де менің арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып алуды ұмытпаңыз.